بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقى وإخلاصا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم ذكرنا بما نسينا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгін Абдулла Сираджуддин рахималлахтың Сайидуна Мухаммад Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям Шамаилухул хамида ва хисалухул маджида, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның жаратылысы және ерекшеліктері туралы кітапты оқуды жалғастырамыз. Өткен дәрісімізде біздер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бейнесінің әдемілігі жайында хадистерді оқып бастадық. Бүгін сол тақырып жалғастырамыз. Келесі оқитын хадисіміз Уравал Байхақи ва ғайруху, имам Байхақи және одан басқа, имам Хаким, Ан-Найсабури, имам Табарани секілді мухаддистер риуаят қылады. Анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям лайлата хаджара мин Макката илал Мадина, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мәдинаға хижрет жасайтын түні, хуа пайғамбарымыз, Абу Бакр, және Абу Бакр бар еді жанында, және Амир ибн Фухайра маула Аби Бакр, Абу Бакр радиаллаху анхудың қызметшісі Амир ибн Фухайра бар еді, және далилухум, оларға, осы үшеуіне жол көрсетуші, жол нұсқаушы Абдуллах ибн Урайқит әл-Лайси еді. Осылар барлығы фамарру би хаймата умми Ма'бад Атика бинти Халид әл-Хузаи. Умму Ма'бад деген бір әйел кісінің, үлкен жастағы әйел кісінің шатырының жанына келді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям 4 адам болып көшіп баратыр, хижрет, Меккеден Мәдинаға хижрет. Умму Ма'бадтың шатырының жанына өтеді, сол жерге келеді. Умму Ма'бадтың аты Атика бинту Халид деп аталады, Хузаи тайпасынан. Ва канат Умму Ма'бад имраатан барзатан, яғни барзатан жалдатан. Умму Ма'бад ол әйел сондай қуатты, қажарлы, сондай әйел кісі дейді. Тахтаби ва тажлису би финаил хайма, ол жаңағы өзінің шатырының жанына шығып, шатырына сүйеніп, сол жерде отыратын. Фатутиму ва тасқи ман ямурру биха, шатырдың жанынан өткен жаңағы жолаушыларға мүмкіндігінше тамақ беріп, су беріп отыратын еді дейді. Фасаалуха хал индаха лахмун ау лабанун яштарунаху минха. Мына Расулуллах және жанындағы 3 адам, 4-еуі осы Умму Ма'бадтың шатырының жанынан өтіп баратқан кезде сұрады дейді. Ода сатып алатын ет бар ма депті. Сатып алатын ет бар ма? Фалам яджиду индаха шай'ан мин залик. Бірақ олар жол жүріп баратқан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямдар бұл әйелдің жанынан өздеріне сатып алатын ешқандай азық таппады. Вақалат, жаңағы Умму Ма'бад әйел кісі айтты. Валлахи лау кана индана шайун, Аллахтың атымен ант етейін, егер біздің жанымызда сендерге беретін бір нәрсе болса, ма а'вазнакум мил қира, яғни сендерге оны бермей, сендерді бүйтіп сұратып, мұқтаж қылып қоймас едік қой дейді. Бізде бар болса, сендерді бүйтіп сұратып, мұқтаж қылып қоймас едік. Ва иннал қаума мурмилуна муснатуна. Ал айналадағы адамдар, оларда
жұт келіп жейтін ішетін тамақтары аз болып жатқан уақытта дейді. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا شاة في كسرى خيمتها. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңағы шатырдың бір шетіне қараса, бір қой көреді. فقال ما هذه الشاة يا معبد. Пайғамбарымыз сұрайды жаңағы әйел кісіден, мына тұрған қой не қой деп. Ол кісі айтады, шатун халлафахал жухду анил ғанам. Ол өзінің әлсіздігінен басқа қойларға ере алмай қалды дейді. Солай қалып қойды дейді. Әлсіз, арық, жүре алмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, фахал фиха мин лабани. Оның сүті бар ма деді. Ана кісі айтады, хия ажхаду мин зали. Ол сүт беретіннен де әлсіз дейді. Сүт беретін жағдайдан да әлсізді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, атазанина ли ан ахлубаха. Маған рұқсат етесің бе мен оны сауайын дейді. Жаңағы қойды, сүт беруден де әлсіз қалып тұрған қойды сауға рұқсат етесің бе? Ол кісі айтады, жаңағы әйел кісі айтады, инкана биха халбун фахлубаха. Егер сүт болса, онда сауып ал дейді. Сүт болса сауып ал. Сосын ол кісі айтады, би аби анта ва умми ин раайта биха халбан фахлубха дейді. Басқа риуаятында былай деп айтады, әкем, анам саған құрбан болсын, сүт тапсаң сауып ал деп. Тапсаң сенікі деген әңгіме ғой, былайша айтқанда. Жоқ қой, ода не көресің? Тапсаң сенікі ал деп. Фадаа Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам бишати фамасахаха. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жағы қойды алдыртады. Сөйтіп жанына алып келеді, арық қойды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қойды сипалайды. Ва закара исмаллахи, Аллахтың атын айтады, бисмиллах деп. Ва масаха дир'аха, жағы ва закара исмаллах. Тағы да Аллахтың атын атап отырып, жағы несі бар ғой, желіні бар ғой, қойдың желіні. Сол желінен сүртеді қолмен. Ва да'a би инa'ин лаха юриду рахт. Сосын Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір ыдыс алдыртады. Содан не істейді? Ол ыдыспен не үшін? Жаңағы сүтті сауып, басқаларға тамақ сол сүттен азық беру үшін. وتفاجت واجترت ودرت فحلب فيه ثجا حتى ملأه дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оны сауат, ана жаңағы алдырған ыдысы толады. Алдырған ыдысы толады. Фасақа умма ма'бад васақа асхабаху. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам алған сүтті бірінші сол қойдың иесі умма ма'бадқа ішкізеді. Сосын айналасындағы жаңағы жолда келе жатқан Абу Бакр, оның қызметшісі, сосын жол көрсетушісі, соларға ішкізеді. Фашарибу алалан бa'да нахалин. Олар бірінен соң бірі тойғанынша қанып ішеді сүттен. Хатта иза рау шариба Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам ахираху. Сөйтеді, олардың бәрі ішіп болғаннан кейін ең соңынан Расулуллахтың өзі ішеді. Сосын пайғамбарымыз былай дейді, сақил қауми ахирухум шурбан дейді. Адамдарға су беруші, олардың ең соңынан су ішушісі дейді. Адамдарға су үйлестіруші, суды ең соңынан ішушісі. Бұл біздің пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннетінен өзі жасап тұр. Суда сүтті сауып тұрған өзі ғой Расулаллах. Сол үшін өзі соңынан ішті да. Сол үшін бізге осылай сүннет қалыптасады. Суды алып келген адам өзі ең соңынан ішеді. Суды алып келген адам ең соңынан ішеді. Суды алып келіп, оны ашып, сол жерде отырғандардың ішіндегі ең құрметтісінен, ең үлкенінен бастайды. Соған береді. Ол өзі ішкеннен кейін, ол өзінің оң жағынан бастап таратады. Сосын ол айналып келеді жаңағы жанында. Сосын барып, ең соңынан жаңағы суды алып келген адам өзі ішеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтып отқан, сақил қауми ахирухум шурбан. Бір қауымға, бір адамдарға су беруші, ол олардың ішінде суды ең соңғы ішушісі дейді.
ثم حلب صلى الله عليه وسلم فيه ثانيا عودا إلى بدء فغادره. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оны істеді, тағы да сауып алып, сөйтті де қойды, ары қарай қоя берді дейді. Екінші рет тағы да сауып алады, жаңағы ыдысты толтырып та. Сөйтеді де пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Умма Маъбад қайтады. Ирфаи хаза ли аби Маъбад иза жаак дейді. Ана екінші сүт бар емес па, ыдысқа толтырып алды ғой. Соны айтады. Мынаны алып қой дейді. Күйеуің келген кезде, Абу Маъбад келген кезде, мына сүтті соған бересің дейді. Суммартахалу, сосын ары қарай пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жанындағы сахабалармен бірге жол жүріп жалғастырып кетті. Өздері жаңағы қойдан сүтті ішіп алды, тойып алды. Қалған сүтті сол үйдің отағасына қалдырып кетті. Келсе бересің деді. Олар кетті, жолды жалғастырып ары қарай. Фақаллама лабиса, арада шамал уақыт өткеннен кейін Анжа заужуха Абу Маъбад. Сосын арада шамал уақыт өткеннен кейін сол үйдің отағасы Абу Маъбад келеді. Ясқу а'нузан айжафан. Арық, ондай бір қатты еті жоқ, азып қалған жаңа қой ешкілерін алдына айдап алып келеді. Ятасауа кунна хузулан. Ана жаңа қойлар арықтығынан зорға жүр да бәрі. Сол жылы жұт болып жатыр айналада, барлығының ондай бір молшылығы жоқ кезеңде. Маххахунна қалилун. Олар сүйектері көрініп қалған дейді да, соншалық арықтықтан сүйектері көрініп тұр. Фаламма ра'ал-лабана ажиба. Ана малдарының бәрі, өзінің жайып жүрген қой ешкілерінің бәрі арық. Үйінде тұрған ана жаңағы ыдыста тұрған сүтті көрген кезде таң қалады. Не болды? Үйіндегі ана өзінің жайып жүрген малы арық, үйінде тұрған одан да, ол деген сүт беруден де арық. Былайша айтқан аналарға ер алмай қалған ғой, жүруге шамасы жоқ. Ол үйіндегі сүтті көреді де таң қалады да айтады. Мин айна хаза лабан дейді. Мына сүт қайдан келген, ей Умма Маъбад дейді. Әйелінен сұрап отыр. Мына сүт қайдан келді дейді. Уала халуба фил байти уашшау азибун дейді. Біздің үйде бір сүт беретін нәрсе жоқ еді ғой дейді. Ана үйде қалып қойған жаңағы қойымыз ол сүт беретіндей дәрежеде емес еді. Мына сүт қайдан келген деп сұрайды ғой. Умма Маъбад айтады. Ла валлахи илля аннаху марра бина ражулун мубаракун дейді. Бұлардан емес дейді. Біздің үйдің жанынан бір мубарак, бір берекелі бір адам өтті дейді. Берекелі бір адам өтті. Кана мин хадисихи каза ва каза. Ол осындай деп, жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның оның сөзі мынандай деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не істеп жатыр? Айтып беріп жатыр. Ол былай деп айтты, ол мынадай деп айтты деп, Умма Маъбад пайғамбарымыздан естіген сөздерін айтып беріп жатты. Сол кезде жаңағы ол үйдің отағасы Абу Маъбад тұрады да әйеліне айтады. Сифихи ли я Умма Маъбад. Әйеліне айтады Умма Маъбад, ей Умма Маъбад, маған ол адамды сипаттап берші дейді, қандай екен дейді. Біздің тема келді. Біздің тақырып не еді? Расуллахтың келбеті, жүзі қандай екен дейді. Енді мына кісі Умма Маъбад жолаушы болып өтіп баратқан Расуллахты бір сәтке ғана көруге мүмкіндік бұйырды. Сол кезде байқағандарын айтып берді. Бұлай дейді. Раайту ражулан захирал видаати. Мен сондай бір адам көрдім. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сипаттап жатыр. Оның жүзінің жарықтығы анық дейді. Жүзі анық жарқырап тұрған адам. Хасан ал-халқи. Жаратылысы өте көркем жаратылған, толықтай жаратылысын айтып жатыр. Малихал вajhi. Жүзі тартымды. Лам таибху сажлатун. Оның бір қарны шығып кетпеген дейді. Семіздік оны шаршатпаған дейді. Қарны шығып семіріп кеткен емес. Олам тузир бихи сa'латун. Және оның басы шектен тыс үлкен емес. Қасимун васимун. Ол өте әдемі дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып отыр. Ол өте әдемі. Мына кезде Умма Маъбад мұсылман емес әлі. Түсінікті ме? Бұл мұсылман емес адам. Просто далада күйеуімен бірге мал бағып жүрген адам бұл. Расуллахты көріп қалған. Пайғамбар болса пайғамбар екенін айтпайтын еді.
Бұл кісі әлі мұсылман емес, просто сондай мұбарак адам өтті деп жатыр да, бір күшті адам өтті, соны сипаттап беріп жатыр. Андай сөз шығып қалмасын да, бұлар өздерінің пайғамбарын мақтай береді деген. Әлі мұсылман емес, бірақ өткен адамдар Расулаллахты сипаттап беріп жатыр. Ол өте әдемі адам дейді. Фи айнайхи даажун. Оның көзінің қарашығы қап-қара дейді. Көзінің қарашығы қап-қара. Ва фи ашфарихи ватафун. Оның жаңағы қастары өте қалың дейді. Оның қасы өте қалың. Ва фи саутихи сахалун ахвару ва акхалу ва азаджу дейді. Оның даусында бір гүрілдеп тұратын, қырылдап тұратын бір дауыс бар дейді. Қоңыр дауыстылық бар дейді дауысында. Және оның көзінің ағы ол аппақ, қарашығы қап-қара. Қарасын айтты ғой жаңа, көзінің қарасы қап-қара, оның көзінің ағы сондай аппақ дейді. Көзіне сүрме жағылған секілді дейді. Көзіне сүрме жағылған адам секілді. Және әзәджу ол мына қастарының ұшы соңына дейін төгілген дейді. Қастарының ұшы соңына дейін төгілген. Мынандай болып келіп шашырап кетпеген де, қасы қалың және ол соңына дейін иіліп барған деп тұр да. Ақрану және ол екі қасының ортасы бір-біріне жақынырақ, қосылып қалмаған, бірақ екі қасының ортасы бір-біріне жақындау. Оның ортасында тамыр бар екенін білеміз ғой, Расулаллахтың екі қасының ортасынан тамыр шығып тұратын. Фи унуқихи сат'ун. Оның мойны ұзындау келген, қатты сорайып кетпеген, бір мойны ұзындау келген. Ва фи лихьятихи касасатун. Оның сақалы қалың дейді. Қалың сақалды. Иза самат фалайхил вақар. Ол сөйлемесе, үнсіз тұратын болса, оның бойында бір тыныштық көрінеді дейді. Сондай бір байсалды көрінеді дейді. Сөйлемей тұратын болса, оның байсалдылығы көрінеді. Ва иза такаллама сама ва алахул бухау. Сосын егер ол сөйлейтін болса, онда оның сөзінің жаңағы күштілігінен, сөзінің ұлылығынан оның дәрежесінің үстем екендігі көрінеді дейді. Мәртебесі көтеріледі сөзінен дейді. Үндемегеннің өзі сипат, сөйлегеннің өзі бір сипатты. Хулул мантиқ, сөзі өте дәмді дейді. Сөзі тәтті дейді, дәмді деп, сөзі тәтті. Не дейді бізде? Солай қолданатын бет, сөзі жағымды дейтін бет. Сондай жалпы. Сөзі өте жағымды, әдемі дейді. Каламуху фаслун ла назрун ва ла хазрун дейді. Оның сөйлеген сөздері көп емес, аз емес, орташа сөйлейді, және сөздерін бөліп сөйлейді дейді. Сөздерін бөліп сөйлейді. Каанна мантиқаху харазату назмин яттахидуна. Оның сөздері бір тізіліп тұрған бір нелер сияқты дейді жаңағы. Бөліп шығып атқан бір астың бір дәндерінің бір нәрселер сияқты дейді. Бөлініп шығады дейді сөздер. Біз басқа хадистан білетініміз бар, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам асықпай сөйлейді, және әр сөзін бөліп сөйлейді. Соның ішіне маңызды жерлерін 3 рет қайталап сөйлейді. Бірақ көп сөйлемейді. Және аз да сөйлемейді. Оның сөйлегені жауамиул калим деп айтылатын еді. Аз сөйлейді, бірақ көп нәрсе түсініледі. Абханнас ва аджмалуху мин баидин. Алыстан адамдардың ең әдемісі, алыстан көрінсе де ең әдемісі, және ең айбаттысы дейді адамдардың. Ва ахсануху мин қарибин. Жақыннан көрген кезде адамдардың ішінде ең көркемі дейді. Рабатан, орта бойлы. Вала ташнауху айнун мин тулин. Алыстан ол бір көзге үлкен болып көріне қоймайды дейді.
алыстан келе жатқан кезде бір ұзын бір денесі өте бір жаңа өзінен үлкен бір адам секілді көзге бірден жалт етіп түсе қоятын адам емес. Оның бір бойы кішкентай болып, денесі кішкентай болғандығынан алыстан көрген адам оны бір байқамай қалатын да дене емес ол дейді. Ғаснун бәйна ғаснайни. Ол сол үлкендік пен кішіліктің ортасы дейді. Ұзын бой мен қысқа бойдың ортасы, үлкен дене мен кіші дененің ортасы. Фахуа андару саласати манзаран ва ахсанухум қаддан лаху руфақау яхфуна бихи дейді. Ол өзінің арасында келе жатқандардың ішіндегі, өздерімен бірге келе жатқандардың ішіндегі жаңағы бірден адамның назары түсетін адам дейді. Өзімен бірге келе жатқандардың ішіндегі бірден назар соған ауатын адам. Және солардың ішінде ерекшеленіп көзге түсіп тұратын адам дейді. Ал енді оның жанында сондай адамдары бар дейді. Бұл кісі кімді көрді жаңа? Абу Бәкірді көрді, Абу Бәкірдің қызметшісін көрді, сосын жол көрсетті. 3 адамды көрді ғой, сол айтып жатыр. Оның жанында сондай адамдар бар, яхфуна бихи, оны айналасынан қоршап жүреді дейді. Жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды айтып жатыр да. Жанындағы адамдар оны қоршап жүреді. Ин қала истамау ли қаулихи. Егер ол сөйлесе, оның айналасындағылар оны құлақ салып тыңдайды дейді. Оның сөзін құлақ салып тыңдайды. Егер ол бір нәрсеге бұйрық беретін болса, қасындағылар оның бұйрығын орындауға бірден ат салысады дейді. Бірден кірісіп кетеді. Махфудун, махшудун, ла абисун, ва ла муфаннидун дейді. Ол бір жамағаттың ортасында, бір көпшіліктің ортасында, сондай жерде бір өзінің абыройын сақтайтын мәртебесі бар, сондай бір адам, ол бір оларға бөтен немесе олардың ішінде дәрежесі түсіп қалатын, иеленбей қалатын адамдардан емес дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бұны кім айтып беріп жатыр? Бұны Умму Маъбад айтып жатыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды бір сәтке өзінің шатырында күтіп, пайғамбарымыз оның жаңағы қойын сауып сүт ішкен адам. Фақала Абу Маъбад. Ана Умму Маъбадтың күйеуі Абу Маъбад былай дейді сонда. Хаза валлахи сахибу Құрайш аллази тутлабу дейді. Валлахи бұл ана Құрайшықтан болған, сол Құрайшықтардың іздеп жүрген адамы ғой бұл дейді. Құрайшықтардың іздеп жүрген адам. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хижретпен шығып кетті ғой. Ян жақта Меккеде не болып жатыр енді? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды іздеуге ат салысып жатыр. Бәрі оған не бір сый сияпат тапқан адамға, өлтірген адамға сыйақысы дайындалып қойды. Жан жаққа ізгесерлер бәрі кетті. Бұл кісі біледі екен да, валлахи мынау айтып жатқан адамың сол Меккенің Құрайшықтары іздеп жатқан адам ғой дейді. Лау садафтуху лалтамасту ан асхубаху дейді. Егер мен онымен кездесетін болсам, онда мен онымен достасуды қалаймын дейді. Басқа риуаятта айтады, лау раайтуху латтабатуху. Абу Маъбад айтып жатыр, егер мен оны өз көзіммен көретін болсам, онда мен оның артына еретін боламын дейді. Оның артынан жүретін боламын дейді. Сөйтіп, сумма хаджарат ма заужиха иля наби саллаллаху алейхи ва аслама. Содан не істейді? Абу Маъбад Умму Маъбадты әйелін алып алады да, екеуі пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның артынан Мәдинаға қарай хижретке кетеді. Екеуі пайғамбарымыздың артынан барып, исламды қабылдап, екеуі де мұсылман болады. Ал ана жаңағы сөздері исламға дейінгі пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға берген танымдары сөздер еді. Ол кісінің көркемдігі жайында. Рауа Муслим ва Тирмизи ан Джурайри аннаху қала ли Аби Туфайл. Джурайри деген кісі Абу Туфайлға айтады. Хәл раайта Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Сен Расулаллахты көрдің ба дейді. Абу Туфайлдан сұрап отыр. Ол айтады, наам, я көрдім дейді. Сосын айтады Джурайри, құлту, мен оған айттым, кайфа раайтаху. Оны қалай көрдің дейді. Ол кісі қандай екен дейді. Табиғи сахабадан сұрап отыр ғой. Расулаллахты көрген бе едің? Көрсең ол кісі қандай болып еді деп сұрағанда, пайғамбарымыздың көзін көрген сахабасы
пайғамбарымыздың көзін көрмеген табиғинға былай деп айтып беріп жатыр. Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам абияда малихал вajhi. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жүзі ақ құба, оның жүзі көрінісі тартымды еді дейді. Осылай бір сипат айтады. Жүзі ақ құба, ақшыл келген, өте тартымды кісі болған еді деп Абу Туфайл радиаллаху анху Журайбиге осылай сипаттап берген екен дейді. Бұл бір бөлім болды. Яғни Расуллахтың жүзінің әдемілігі жайында. Келесі тақырып талалу вajhil munir ва ишрaqu muhyahu. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жүзінің нұры және пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның бетінің жарқырауы мәселесі. Оны сіздер қалай деп білетін едіңіздер? Жалпы осы уақытқа дейін Расуллахтың жүзін қалай деп естіп едіңіздер? Бұл тақырыпқа кірмей тұрып айтқандай мына нәрсені айтайықшы. Бір жүзі нұрлы адам көріп пе едіңіз? Жүзі нұрланып тұратын адам көріп пе едіңіз? Мына теманы түсіну керек қой бізге. Қалай түсінеміз енді? Жүзі нұрланған адамды көрмесек, Расуллахтың жүзінің нұрын қалай түсінеміз? Жоқ, тартымдылық емес бұл. Бұл тартымдылық емес. Қазір тұра тұрыңыздар. Қазір айтайын деп жатқан тақырыбымыз тартымдылық, әдемілік емес. Кәдімгі жарқырап, артында свет өшіп тастапты ғой, мына жаққанда мен де бүйтіп тұратын едім қазір жарқырап. Мына жарқырау деген не нәрсе? Кәдімгі оны қалай түсіндіреміз біз? Мына сияқты деп бір айта қойын десем, арамызда адам да міне мына кісі сияқты ғой деп айтты. Мына құралға қараңдар, құрал сияқты ғой деп жерейін десең, келіспей тұрды, Ғалымдар? Оны ғалымдарды живой көру керек та, тірідей көру керек та ғалымдар. Пайғамбарымыздың мирасқорлары бар ғой? Солай дейікші, бізге сол болады. Бізге сол болады. Жақып болады бейті? Солай сияқты деп айтайықшы. Сонда нұрлы адам қақта олар, кімдер олар? Адамның жүзі неге нұрлы болады? Жүзді нұрландыру үшін не істеуге болады? Мына бет, мына жүзші, жүз. Бұл адамның жүрегінің ішкі жан дүниесінің көрінісі ғой мынау. Ішіміз қандай нұрлы болса, жүрегіміз қандай нұрлы болса, адамның жүзі сондай нұрлы болады. Біздің бетіміздің нұрының болмауы содан болады. Ал енді, неге сеніп жүрміз біздер? Ішіміз күшті болып жүрген сияқты болады да, ол іштің бейнесі сыртта тұр ғой. Бұл сыртымыз жарқырамай тұрғаннан кейін, ішіміз қайдан жарқырасын? Алайда, ол нұрды байқау үшін де бір нұр керек шығар, Нұрды байқау үшін де бірдеме керек шығар? Оны көретіндей бір көз керек шығар? Көкіректің бір ашықтығы керек шығар оған? Көкірек көзімен көру керек шығар олар. Мына бастағы көзбен емес, жүректегі көзбен, кеудедегі көзбен көру керек болатын шығар ол нұрда. Мұсылманның жүзін нұрландыратын не нәрселер бар? Айтыңызшы кән. Мен бұны айтқам баяғыда бір. Тахаджуд намазы бар. Тахаджуд намазын үзбей оқитын адамның жүзі нұрлы болады. Ал әні бір. Садақа. Ой, садақа. Мына нәрсені айтайшы. Осы біздің қазір дүниеде адамдар беріп жатқан садақасын, салып жатқан мешіттің, медресесін, зекетін әлде қандай қылмасын. Бұл бір гарантия емес бұл. Бұл исламға, дінге жасалатын қызметтің бір ғана шеті бұл. Түсінікті болды ма? Бұл нәрсеге қатты сеніп қалмаңыздар. Бұл нәрсеге қатты сенім артып қалмаңыздар. Осман ибн Аффандар дүниесінің жартысын үйіп төгіп әкеп тастап, Расуллахқа, Аллахтың елшісі, малым да, жаным да құрбан болсын деп өзі соғысқа кетіп, анаусын берді, жанын берді, бүткіл шаруасын берді, әлі уайым оларда. Түсінікті болды ма? Яғни мен бердім ғой, енді давай сендер жасай беріңдер, болды мен дүнием жартысын беріп қойдым деп үйде аяқты көтеріп қойып жатқан жоқ қой. Бұл бір ғана жол.
Так, жаңағы сұраққа оралайық. Тахаджуд дедік, сосын? Не дейсіз? Құран оқу. Құранды көп оқу. Бірақ жай оқу емес та, Құранды көп оқу. Сосын? Үнемі дәретпен жүру. Әні саған. Содан? Духа намазын оқу деген қайдан шықты? Сіз айттыңыз ба? Сіз айттыңыз ба? Оған қандай нәрсені сүйеніп айттыңыз? Жақсы духа намазы, күшті. Сөйтіп, жүзі нұрлы болады дейтін бір мәселе бар ма еді? Салауат. Әні, не дейді? Машалла, пайғамбар саллаллаху алейхи айтады: "Наддараллаху имрa'an sami'a minni hadithan wa ballaghahu" дейді. Менен бір сөз естіп, оны басқаға жеткізген адамның жүзін Аллах нұрландырсын дейді. Әні. Осындай нәрселер сұрап жатырмын ғой мен. Тікелей риуаяттан жүзге нұр беретін нәрселер бар. Әйтпесе садақаңыз, салауатыңыз бәрі кете береді ғой, иншалла. Бірақ осындай нәрселерді айтып жатқаным ғой. Түнгі намаз деген ол нұрға тікелей байланысы бар, түнгі намаздың. Сосын жаңа дәреттің тікелей байланысы бар. Сосын хадис естіп оны жеткізудің тікелей байланысы бар. Тағы төртіншісі бірдеме бар еді? Ұмытып қалдым, төртіншісі бір. Тағы бір зат бар еді, төртіншісі. Жарайды. Түсіндіңіз ғой, Так, енді бұны енді кімді көре аламыз енді? Тірідей жүзі нұрланып кеткен кімді көре аламыз енді? Кімді көре аламыз? Егер мүмкіндік туындап жатса, осы қазір жер бетінде тірі аяқ басып жүрген ғалымдар бар. Тірі жүрген ғалымдар. Ол ғалым дегенді ойлап қалмаңыз, әлеуметтік желіде танымал емес деген шешілмейді. Оның аккаунты жоқ болуы мүмкін. Оның сіз секілді подписчигі жоқ оның да. Сіз секілді әлеуметтік желіде оның бір айтатын сөздері жоқ, ол статус салмайды, ол сторис салмайды ол. Ол бірақ не істейді? Расулаллахтың хадистерін көп жаттаған, сол жолға өмірін арнаған, және сол хадистерді осы уақытта басқаларға таратумен айналысып жүр. Түсінікті ме? Сондай адамдар бар жер басып жүрген. Өкініштісі, сіз оның атын да білмейсіз. Ең өкініштісі сол. Сіз бір футболисті танисыз, сіз бір әртісті танисыз, әншіні танисыз, қайдағы жоқ біреулерді танисыз да, бірақ жер бетінде Расулаллахтың мұрагерлерін танымайсыз. Ең сорақысы осында. Оны сен танымағаннан кейін оны біреу танып бере ма сенің орныңа? Оны тану керек болады. Түсінбе маңызды емес. Мүмкіндігің туындай ма? Сонау бір жерге отпуск алып демалып қайтасың ғой, шетел асып. Бір курорттарға барып. Сол ғалымдардың түрін тікелей көру үшін бар болған бір уақытыңды арна, қаражатыңды жұмса. Сөйтті көрші просто қалай болады екен? 100 000 хадис білетін адамның түрі қалай болады екен деп бір көріп бөлу керек сияқты ғой. 100 000 хадис. Сен бір 100 хадис білетін адам білетін шығарсың. Бірақ соншама Бұхариді жаттаған, соның маманы болған адамның живой бейнесі қандай болады екен деп қызықтырмай ма сіздерді? Солай жасау керек. Сосын мына тақырыптар түсіндіреді, енді қалай болады екен? Көрейік, сонда да оқиық. Тақырыбымыз не? Тала'лу вajhil munir. Пайғамбарымыздың жүзінің нұрлы болуы, жүзінің нұрланып тұруы мәселесіне келеміз қазір. Кана саллаллаху алейхи вассалам ахсанан наси вajhan дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның адамдардың ішінде жүзі ең көркемі еді. Адамдардың. Ва анварахум мухя. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдардың ішінде жүзі ең нұрлысы еді дейді. Демек, басқа да жүзі нұрланған адамдар бар. Бірақ Расулаллах олардың ішінде ең нұрлысы. Ижтамаат калимату сахаба аллазина васафу Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жүзін сипаттаған сахабалардың сөзінің бәрі бірікті, жиналды. Олар не деді? Аля аннаху саллаллаху алейхи вассалам кана мунирал вajh. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жүзі нұр шашып тұратын еді дейді.
мушриқал мухия, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жүзі жарқырап тұратын еді деп айтады. Яталалаху бин нурил бахир ва дияи захир вал бухаи захир дейді. Пайғамбарымыздың жүзінен нұр шығатын, ол нұр адамның өзінің бейнесінен шығады дейді. Өзінен шығады. Сырттан бір нәрсенің түсіп әсер етуінен емес, тікелей өзінен оригинал болып шығады дейді. Соны түсіндіргісі келіп жатыр сахабалар бізге. Ол былай ғой. Мысалға Расулаллахтың жүзі күн секілді жарқырайды десе, адам күнге қарай алмайды ғой, көзді ортады ғой, ол қателеу болады да. Сол үшін сахабалар бізге Расулаллахтың жүзін қалай түсіндіреді? Екінші риуаятында анау аспан ашық болып тұрған кезде, айдың толықтай болып тұрған кезінде ай қалай жарқырап тұрса, Расулаллахтың жүзі солай жарқырайтын еді дейді. Ал айдың жарқырап тұрғанына адам қарай алады ғой, солай ма? Сол үшін пайғамбарымыздың жүзінің нұры сондай күн секілді қуатты болды, бірақ оған адамдар қарай алады. Не үшін? Ол ай секілді нұрлы болғаннан кейін деп айтады. فمن الصحابة رضي الله عنهم من ضرب المثل لبهاء نوره بالشمس. Сахабалардың ішінде пайғамбарымыздың жүзінің нұрын күнге теңегендер бар. ومنهم من شبه ذلك بالقمر. Пайғамбарымыздың ішінде, сахабалардың ішінде пайғамбарымыздың жүзінің нұрын айға теңегендер бар. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларының ішінде пайғамбарымыздың жүзінің нұрын айдың жарығына теңегендер бар. Бұның барлығы жиналады да Расулаллахтың жүзінің нұры қорытынды бір нәтижеге келеді. Ол қандай? Жаңағы айтқанымыздай. Нұры сондай шашылады, әне оның жүзі қарағанға өте жағымды, жүзі жылы, мейірімді нұр шашып тұратын адам дейді. Бұларға дәлел ретінде хадистер оқимыз. Соның біріншісін оқып берейін сіздерге. Рауат Тирмизи, имам Тирмизи риуаят қылады бізге. Ан Аби Хурайра радиаллаху анху. Абу Хурайра сахабадан жеткізді. Қала айтады. Абу Хурайра айтып жатыр бізге. Ма раайту шайан ахсана мин Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан әдемі еш нәрсе көрген емеспін дейді. Пайғамбарымыздан әдемі еш зат көрген емеспін. Каанна шамса таджри фи вajhihi. Оның бетінде күн шығып тұрған секілді дейді. Абу Хурайра осындай теңеу жасады. Оның бетінде күн шығып тұрған секілді деді. Осындай риуаяттармен Аллах өмір берсе, келесі дәрісте Расулаллахтың жүзінің нұрлы болуы мәселесін жалғастыратын боламыз. Тек сіздерден бір өтініш, бұл сабақты жақсырақ түсіну үшін жүзі нұрлы адам қалай болады дегенді бір көзбен жеткізіп келуге тырыссаңыздар екен. Сонда мына нәрселерді түсіне аламыз да. Әйтпесе біздер жүзі нұрланған адамды көрмегеннен кейін бұл нәрселер біз үшін бір фантастика болып қалуы мүмкін. Түсінікті ме? Фантастика болып қалуы мүмкін. Жүзі жағымдылық, жүзі нұрлы болу, жайлы болу дегеннің қандай екенін бір жаймендеп қарастырсаңыздар, сол нәрсемен ойлап отырып Расулаллахтың жүзін қабылдай аламыз иншалла. Қиын болып баратыр, уақыт өткен сайын. Уақыт өткен сайын біздің мына кісілерді түсінуіміз ауырлап баратыр. Біздің күнәға соншалықты белең алып, осындай азғындыққа көбірек баруымыздың себебінен біз негізгі болған таза табиғат, таза жаратылыс, таза мінез құлық сипаттарды түсінуіміз біз үшін ауыр болып баратыр, ол ауылы алыстап баратыр және түсіну қиындап бара жатыр. Мысал беру қиындап баратыр. Аллах амандық берсін. Аллах біздерді адастырмасын. Allah razı olsun. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyke. Elhamdülillahi rabbil alemin.